Салем достар, сіздермен Малик Кенг. Бүгін мен сіздерге FTS 2020-ны телефонға скачать етіп үйретемін. Ол мысалға Play Market'тен скачать етемін деп ойласаңыздар, оны үлкен қателесесіздер. Қазір оны Play Market'ке жазып көрсетейін. Бұл жерде жоқ. Ондай нәрсе мүлде жоқ. Сондықтан сіздер менің осы видеоның описаниесінің астында қарасаңыз, ссылка тұр. Сол ссылкаға кірсеңіз, сізге Google Drive-тан скачать етіңіз деген шығады. Үшінші тұрғанды басасыздар. Үшінші тұрған кезде скачать деген өзі тұрады. Соның үшіншісін бассаңыздар өзі шығады. Соны скачать етіп аласыздар. Скачать етіп алғаннан кейін Зарчайверге кіресіздер. Зарчайверге кіресіздер, OKD оқынылаңыз. Міне FTS 20 2.13 New Transfer and New Kids. Осыны басасыздар, распаковать здесь деген басасыздар. Қазір кішкене күте тұрасыздар. Распаковка болып біткенше. Бұл ойынды неге ауыстырып жатыр енді бұл? Бұл зипта тұр. Соны Google'дан ойынға ауыстырып жатыр осы Зарчайвердің арқасында. Так, міне бұл жерде оқып үлгеріп жатсаңыздар, Home, Ava. Сосын тағы қандай сөздер шығып жатыр? House, мұны. Шет болды. OBB'ін скачать етіп жатыр мына ойынның. Кішкене ғана шыдасаңыздар қазір. Бұған ешқандай Wi-Fi-ден қажеті жоқ. Вот мына шықты. Бұл жерде міне OBB деп тұрғанды басасыздар, но видео деген керек емес ол. Мүлде басқа нәрсе, OBB-ға басасыздар. Басқан кезде ішінен андай шығады. com.heavygamer HG FTS 2020. Осыны басып тұрасыздар да Верезайт деген басасыздар. Верезайтты басып, внутренняя память былай көрсетейінші. OBB-ді бассаңыздар, внутренняя память деген шығады. Ой, оны Верезайт етіп алайық айтқандай. Верезайт етіп алып, внутренняя памятьқа басасыздар. Androidқа кіресіздер, OBB-ға кіріп, мына жерде вставить деген тұрады. Ең астындағы жасылды басасыздар. Міне шықты. com.heavygamer HG FTS 2020. Сосын артқа қайтасыздар. Датаға кіресіздер. com.heavygamer HG осыны алып, Верезайт етесіздер. Верезайт дата деген бассаңыздар, внутренняя память деген шығады. Соны басасыздар. Androidқа кіресіз, сосын датаға кіресіз. Датаға кіргеннен кейін қайтадан жаңағы жасыл кнопканы басасыз. Бұл кішкене загрузка ұстайды. Міне болды. Қайттан артқа қайтасыздар. Сосын APK тұры ең бірінші, соны бассаңыздар, міне. Осыны басасыздар, сосын ең открыть деген тұрады. Жанындағы қара стрелканы баспаңыздар, ешқашан открыть басасыздар. Ой, менде қазір зарядка кетті. Настройкиді басасыздар. Настройки басқандай шығады, сосын разрешение етесіздер, установить етесіздер. Бұл қазір память жетпеген жағдайда осылай шығып қалады. Мен қазір кішкене памятьті босатайын. Бір дейді. Қазір мына программаны қолданып. Міне достар, қайттан мен памятімді босатып алдым. Енді открытті қайттан басасыздар, сосын установить басасыздар. Память уже жеткен шығар.
Достар, бұл ссылканы қайталап айтып кетейін, қалай скачать етесіңіздер. Міне. Оны жаңағы менің видеомның астында описание тұрады, сол описаниядан тауып аласыздар. Соны басқан кезде скачать деген тұрады. Вот 2005 First Games. Кішкене загрузка болып жатыр. Окей. Міне осындай. Уфончи, Сандро, Келени, Банучи, Кансело, Матюди, Хедера, Квадрадо, Криштиану, Пауло Дибала, Конзало, Игуаин. Состав көрейік. Кім бар бұл жерде капитанда? Келени, Этос, Нати, Роналдоға берейік. Шештерді Келени ала берсін. Болды. Міне достар, осында қызық ойынды жазып алғыларыңыз келсе, осы видеоға келіп, описаниясын скачать етіп, мен көрсеткенде қылып жақсаңыздар. Әзірше сау болыңыздар.